Құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымызға байланысты UX платформасында, конструкторында сайт жасау. Оң жақ бөліктегі панельден сайт бөлімін таңдаймыз. Сайтқа кіргеннен кейін кішкене уақыт алатын болғандықтан бізге сайтымызға, тақырыбымызға қатысты YouTube'тан кез келген видеоны таңдап қоясыздар. Және немесе сілтемесін көшіріп алсаңыздар болады, кейін тек қоя қою үшін. Мен мысалы Нышақ сән үйіне арналған сайт, қарапайым бір сайт жасайын сіздерге мысал ретінде. Енді сонымен қоса суретіңізді де қандай сурет жүктегіңіз келеді сайтыңызға, сол суретті міндетті түрде компьютерге сақтап аласыздар. Одан кейін сайт бөліміне өтеміз. Ақ бет бізде ашық. Оң жақтағы қосу батырмасын басу арқылы біз мына жердегі тұрған барлық мультимедиаларды қоса алады екенбіз. Яғни тексттің ішінен осы дизайнмен таңдап алдым. Астындағы настрой дизайн деген батырманы басу арқылы біздің медиасын, градиентін, шрифтін, өзіміздің көлемін барлығын өзгерте аламыз осы жерден. Мен ештеңе өзгертпеймін, маған осы дизайн ұнап тұр. Келесі біз сурет изображение батырмасын басу арқылы, яғни суретімізді бірінші жүктейміз. Загрузить фото дегенді басасыздар. Одан кейін оның алдында сақтап қойған суретіңізді жүктейсіздер. Жүктеп болғаннан кейін ол суретімізді біз әртүрлі бағытта өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгертсеңіз де болады, немесе солай күйі пайдалансаңыз да болады. Орналасуын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, өздеріңіз идеяларыңызға қарай өзіңіз білесіздер. Видео немесе аудио. Енді видео таңдайтын болсақ, осы жердегі YouTube платформасы арқылы мен таңдап қойдым. Сондықтан YouTube'ты басамызда заменить видео деген жерден астыңғы бөлікте өзіміз көшіріп алған сілтемемізді қоямыз. Сілтемемізді қойғаннан кейін бізге бірден өзіміздің таңдаған видеомыз ашылды. Одан кейін жариялымға жібереміз. Жариялымға жібергеннен бірден сілтемені өзіңізге сақтап аласыз, немесе сразу перейти батырмасын басу арқылы қарасаңыз болады. Қазіргі таңда білеміз, әлеуметтік желілерде барлық жерде бізде бизнес аккаунттар болсын, тағам жеткізу қызметтеріндегі бір болсын, барлығы да сайт арқылы жұмыс жасайды. Сондай сайттарды жасау арқылы сіздер үлкен мүмкіндіктерге ие болады.